Қайырлы күн, қыздар. Бүгін мен сіздермен перзентханаға арналған сөмкенің ішіне не қажет екенін, нені қандай заттарды салғаным туралы көрсеткім келіп отыр. Біз ұл бала күткендіктен барлығын көп түсті алып алдық. Ол үшін ең бірінші міндетті түрде сізге прозрачный сөмке қажет болады. Бірінші рет ана атанайын деп отқаннан кейін нақты не қажет екенін мен достарымнан, келіншектерден және тізім бойынша сұрастырып біліп жинадым және екіге бөлдім. Бірінші жыл босануға дейінгі сөмке және босанғаннан кейінгі қажетті заттар. Ал мынаның ішінде тек қана босануға дейінгі заттар. Қазір мен оны сіздерге көрсетемін. Кем-кетігі болса міндетті түрде комментарийға жазып кетіңіздер. Барлығымыз бірге жинастырайық және жүкті келіншектер, сіздерді құттықтаймын. Сонымен қатар аман есен бөпелеріңізді қолдарыңызға алыңыздар. Алла тағала баршамызға иманды, салихалы, сабырлы, сондай дені сау ұрпақты нәсіп етсін. Ең бірінші анаға қажетті заттар. Ол әрине емізуге арналған іш киім, артығымен іш киімдер салып алдым. Барлығы қыбыл матада жуылып, таза үтіктелген. Содан кейін мынандай чульки. Бұл жаңағы аяқтың варикоз, қан тамырлары босанған кезде күшенесіздер ғой, сол кезде аяққа киіп алып тамырлардың жарылып кетпеуіне көмектеседі. Сосын сезонға байланысты шұлық аласыздар, мен жылырақ болсын деп осындай гольфи алып алдым. Келесі, сіздер босану бөлмесіне барған кезде міндетті түрде осындай көйлек сияқты жеңілірек алыңыздар. Памперс кигенге өте ыңғайлы. Ночнушка ғой. Сосын орамал алып алдым. Басым жылы жүрсін деп өте күтіну қажет, қыздар. Келесі, бет сүртуге арналған кішігірім полотенце және жылы халат. Жыл мезгіліне байланысты бұл да жуып үтіктелген шалбармен алдым. Келесі, анаға тағы қажеттілердің бірі ол памперстер. Бұл бірінші күнге ғана болғандықтан мен 2-ақ памперс алдым. Өзіңіздің размеріңізге байланысты түрін таңдайсыз. Және мынандай пеленка одноразовый. Бұл да анаға арналған. Және одноразовый турсый. Бұл мынандай төсеміктерге обыстардың орнына бірінші рет кигенге алдым сақтық үшін. Келесіде осындай одноразовый прокладкаларды қолдана беремін. Бұл жерде әрине саны өте аз. Мен айттым, бірінші күнге ғана болғандықтан аз мөлшерде алдым. Келесі ол қағаз полотенцалар. Анаға қажет. Сосын сіздер кіріп бара жатқан кезде міндетті түрде мынандай маска сұрайды қазір карантинге байланысты. Содан кейін қолғаптар, перчатки резиновый. Сосын обменная картаңыз және мен мұнда жеке куәліктің оригиналын да көшірмесін де алып алдым. Міне. Күйеумен, ЗАГСтен, яғни балам етіп жасайтын кезде қажет болады. Және анаға қажетті тарақ, өзіңіздің зубный щеткаңыз, мындай жидкий мыло, сосын ватный дискі, су қажет болады. Су мөлшері аз, тағы да алып қоссаңыздар болады. Кейбір перзентханаларды 5 литрге дейін сұрайды екен. Одан кейін мындай аяқ киім. Аяқ киімнің екі түрін талап етеді сіздерден. Біріншісі ол босануға дейін резинке тәпішке, екінші палатаға арналған. Мен біреу алдым, осындай кожаный түрінен екі жаққа да кие беруге деп. Өйткені су кетіп жатқан кезде менде памперс барлығы дайын. Соларды қолданамын деген ойдамын. Одан кейін влажный салфетка. Бұл анаға да балаға да арналған. Құрамында спирті жоғын таңдағандарыңыз жөн болады. Ал енді балаға қажетті міндетті түрде оған шапка. Туылған кезде ғана кигізеді. Нәскилері, қолғаптары, одан кейін мынандай ішінен киетін жейдесі, паузинкиі, сыртынан қалыңдап киюге арналған шалбары мен кофтасы және пеленка. Одан кейін шамамен 10 памперс қана алдым. Бұл бірінші күнге ғана қажетті. Сосын қыздар міндетті түрде барлығы жуылып, үтіктеліп, жуылғанда да тек кірсабымен, сосын үтіктелуі қажет. Және барлығы арнайы осындай целлофандарға салынып тұру керек. Тазалық үшін, микроб түспес үшін. Және артық осындай целлофандар салбаңыздар. Неге? Себебі сіздер босану бөлмесіне кірген кезде үстіңіздегі киімді ауыстырып, үй ішіңізге беріп жіберу үшін. Ал енді аман есен босанған соң сізге қажетті заттар, ол тағы да әрине іш киім. Іш киімді міндетті түрде күніге ауыстырып тұрыңыздар. Тазалық өздеріңізге қажет. Сосын жылы нәски. Бұл да енді запаста. Мүмкін бағана бірінші нәскиіңіз су болып кірленіп қалуы мүмкін. Одан кейін мен жылы орамал алдым. Шарф қой. Яғни бұны омырауды байлақ қою үшін, салқын тимеу үшін. Сосын емізуге ыңғайлы, әрі қолы ұзынырақ, жылы болатын пижама шалбармен. Себебі кейде ішті тексеріп жатады, сол кезде өте ыңғайлы болады тексерісте. Және тағы да қалың халат шалбармен, алды ашылатын, емізуге ыңғайлы. Және анаға тағы да керек осындай прокладкалар. Сосын қағаз сүлгі,
қажет болады. Мен туалетный бумага алған жоқпын. Осындай қағаз сүлгіні шетінен алып отырып беремін деп ойлаймын. Сосын тағы да мынандай артығымен одноразовый пеленка. Бұл өзіңізге де қажет болуы мүмкін. Жаңағы астыңыз болған қамаш немесе баланың жаңа жөргектерін ауыстырған кезде қажет болуы мүмкін. Сосын өзіңізге осындай кірсабын алып алыңыз. Бұнымен бет қолыңызды да жуасыз, астыңызды да жуасыз. Және мынау енді косметика алдын ала дайындап қойсаңыз да болады. Ішінде өзіңізге қажетті заттарды алыңыз. Яғни роддомнан шығатын кезде әдемі болып боянып шығамын десеңіз. Ал енді балаға қажетті ол осындай нулевка түрін алдық. Бұның бір күшті жері, мына жерін көрдіңіздер ме? Ойылған, яғни баланың кіндігіне ешқандай кедергі жасамайды. Алдын ала алып, осылай үйге дайындап қойсаңыздар болады. Ол заттардың барлығын сіз босанғаннан кейін үй ішіңізге алдыртатын боласыз. Және мақта, сосын ватные палочки, бұл да жаңа балаға қажет болады. Детский мыло, сосын бутылка сұратады, соска сұратады. Мүмкін сізде сүт шықпай қалуы мүмкін бірінші екінші күндері, сол кезде балаға қосымша тамақ смес беруі мүмкін. Енді өздеріңізге ыңғайлы түрін таңдайсыздар. Ал енді балаға қажетті әрине ауыстыратын киім, сыртынан қалынырақ кофтасы, шапка, тағы да паузинки және нәски аласаңыздар, олардың аяқтары өте тоңғыш болады. Сосын мен ана кішкентай балаға арнап сүлгі ала салдым, яғни сулап баланың денесін сүртіп отырғанға. Сосын пеленки жылырақ болсын деп 2 пеленка алдым. Бар осы. Бұдан да сізде қосымша тағы осындай киімдер болуы қажет. Себебі алар кірленіп қалуы мүмкін, күніге таңертең ауыстырып отырасыздар. Сол кезде үйде запаста болсын. Егер де сіздерде үйде адам болмайтын болса, осы заттың барлығын бірінші босанғанға дейін, босанғаннан кейінгі заттардың барлығын перзентханаға қыздар, егер мен ұмытып кеткен заттар болса, немесе сіздің алып қосарыңыз болса, міндетті түрде комментарийға жазып кетіңіздер. Сонымен қатар каналыма тіркеліп, алда тағы қандай видеолар күтесіздер, сол туралы да жазып кетсеңіздер болады. Сау болыңыздар.